Есімің Арғын, руың Арғын. Иә. Әкең есімі? Әкем есімі Ринат. Арғын Ринатұлы, бірақ қазір Аргониясың. Иә. Неге? Ну, білмеймін, солай атап кетті, как-то проще так. Енді достарым барлығы уже Аргония. Аргония қалайсың? Аргония, что делаешь? Сондай болып кетті да уже. Бұрыннан, иә? Иә, бұрыннан. Сосын, Аргония. Жазылғанда Аргония кириллица. Иә, просто кириллица Аргония, просто андай момент болды, короче. Бізде Аргония деген бос болмады да, доме, инстаграмда. Сосын мен 2 о қоя салдым, типа на смузи 338 же было. Да. И бәрі Аргуня деп кетті. Йо, мне вообще-то раздражает, когда Аргуня деген кезде. Сосын я говорю, Аргония, о! И солай кетіп қалды уже, там везде пишет Аргуня. Ладно, да? 27-дегі 2 баланың әкесі Арғынды әкесі өте қатал тәрбиелепті. Вообще мен қалай осыған келдім айтып берейін, вообще интересная история. Да. Мен, короче, бүйттім. Мен университетке түстім да, мен еще в семье старший, маған ұят андай, үйден ақша сұрау деген сияқты, как-то всем самостоятельно болды да всегда. Қанша ағайындысың? Біз 2 баламыз, арамыз 10 жас, но все равно 2 ұл. 2 ұл, иә. Но все равно енді андай, как-то самостоятельно үйретіп тастаған. Ондай қысыламын, үйден ақша сұраған. Осын 1-ші курстан начал сразу работать. Енді достарым да организациямен занимаются. Маған айтады, давай кел аниматорға жұмысқа тұр дейді. Сағатына 5-ін аласың, клоун болып. 1 сағатқа 5 аласың. 1 сағатқа, иә. Балалармен играешь там, күшті еще, давай прятки играем, бестеп тауып қаласың бір жерге. Сөйтіп, аниматор болдым. Сосын раз, новогодний корпоративтарда Дед Мороз келеді, там жаттанды текст, 15-ін алады. Бір неге. Что-то мен аниматор болдың ғой. Я говорю, о, давайте мен Дед Мороз болайын онда, говорю. Давайте Дед Мороз болып шықты, Новый год бітті. Осы қараймын компьютерда тойларда, звукаштар. 1-ші курстасың әлі? Иә, 1-ші курста. Сабақ қайда? Ой, мен сабақты, если честно. Қандай факультет? Оп, деп өткізгем ғой. Қандай факультет? Физико-технический факультет. Ой. Сосын Дед Мороз болып алдым, сосын қараймын, звукаштар отырады, күнде тойда, турасы 20 мың алады тойда. Я говорю, ой, я же тоже такой умею. Звукач болып алдым, короче. Осын бір Әлі 1-ші курстамыз? Иә, әлі 1-ші курстамыз. Осын музыканттар шығады, енді жылдың барысы ғой. Иә. Осын музыканттар шығады, жоқ, хотя уже 2-ші курс па, наверное. Ну, не помню, короче, примерно осындай хронология. Музыканттар шығады, там, өзіңмен арыстан, әрі кетсе 10 өлең айтады. Олар уже 30-35 алады. Говорю, я тоже так умею, дедім да. Скачал себе минусовкалар, музыкант болып тұрдым. Осын музыкант болып жүремін, тойда қараймын, тамадалар шығады, вау, пум-пам, 200-300 алады. Я говорю, елки, я тоже так умею, дедім да, тамада болып кеттім, короче. Былайша айтқанда, қазір сені шақырған ыңғайлы. Сен әрі жүргізе аласың. Аниматорда болып кете аласың, керек уақытта, иә? Любой. Осыдан бірнеше уақыт бұрын Даниярдан сұхбат алғанда 30-38 тобы әлі мега жұлдыз болады деген тұғын. Қазір топ қайда? 38 негізі проект бар. Ол жабылған проект емес. Просто әзірге қазір именно сол направлениеде жұмыс етқан жоқпыз да, сол 38 направлениесінде. Ол проект бәрібір ертең келеді қайтадан. Қазір просто Даниярды білесіз, КВН-ме ойнап. Қазір сосын енді соның жемісін көріп жатыр ғой. Көптеген проекттерге шақырып жатыр, ведущий болады. Сондықтан да кішкене қол бос емес, екеуміздің графигіміз келмей тұр да. Топ болу үшін полностью слияние керек қой. Бірге уақыт өткізу керек, бірге жазу керек, бірге отырып. Сондай моменттерге кішкене уақыт жетпей жатыр. Мен ойымша қазір енді бір определенный уақыт өткеннен кейін ондай болатын сияқты. Енді ойда сондай бар. Қазіргі жастардың тыңдайтын музыкасы мүлдем басқаша. Ирина Қайратовна, Дархан Джуз, Аргония, The Limba. Өзің кімді тыңдайсың? Кез келген радиода қандай ойнап жатыр, қоя салып тыңдай саламын. Андай өзім ізденіп, бірдеме осыны күні бойы тыңдап жүр деген ондай жоқ. Әрбір музыканың өзінің почеркі бар да, соны интересно. В чем фишка, обновление фишкасы в чем? Там, деп қояды, о, думаю, о, прикольно. Музыкалық білім жоқ менің түсінгенім. Жоқ. Кім ойлап табады, кім сөзін жазады, кім аранжировкасын, кім... Аранжировкасын мен былай примерно скелетін жасаймын өзім. Там осындай дорожкалар бар ғой, басовая партия, барабаны. Примерно өзім уже идеясын барлығын естіп тұрамын құлақта. Осылай болу керек, өз студиямда отырып, былай жазып, осы машина тыңдап жүремін. Бірақ оғанда некачественный звук та, некомпрессированный, деп қатты ойдауға келмейді. Но мен солай уже істеп алып, машинада тыңдап, уже қарап жүремін, так, мына жер онша емес, мына жер онша емес. Музыка жазған кезде, мысалға бір ән жазып тастадыңыз да, бір моменті бар, сізге чуть-чуть не нравится сол жері. Енді уже 10 рет тыңдаған кезде, ана жер уже сізді бесит болып тұрады да вообще. 100 рет тыңдаған кезде вообще раздражает сол кусочегі. Сол үшін бүйтіп 100 рет тыңдайсыз, сол кезде мелкий неше түрде. Сосын уже студияға барамын, студияда уже профессиональный жігіттер, уже миди клавиша қойып, барлығын ойнап, сөйтіп береді. Сонда мен түсінгенім, кішкентай кезіңнен өзің музыкаға әуес болдың, иә? Иә, мен семьямда өзі атам, папам, ағаларым барлығы, атамның бүкіл ағалары барлығы баянмен, домбырамен, там музыкальная семья. Иә, отбасым өте өнерлі деп қалдың, қандай аспаптарда ойнайсың? Кішкене домбырада ойнаймын,
фанода ойнаймын, бірақ мен андай нотамен емес. Мен былай естіп өзім подбирай, отырып, бүйтіп қиналып отырып, мынау былай деп. Негізі қазіргі рейтинг қаралымдармен, фолловерлермен байланысты ғой, өтірік емес. Бірақ Инстаграм мен Ютубтың қаралымы және де рейтингісі әртүрлі. Неліктен? Енді поп деген народный ғой. Халық көп таниды, адамдар көп біледі. Бізде кішкене направление узкий көбінесе. Бізде көбінесе туса біледі да. Туса деген там музыканттар өздері білуі мүмкін, бірақ қарапайым халық білмейді. Көп біле қоймайды. Спокойно жүре береміз. Өздеріңнің тусаңда танымал болғаның ыңғайлы ма, әлде жалпы халықтың білгені жақсы ма? Әрине, халықтың арасында танымал болғанда жақсы ғой. Ол солай басталады, мне кажется. Ең бірінші туса таниды. Сосын барып халыққа көшеді уже, по-моему. Белгілі бір формула жоқ. Белгілі форма жоқ. Сразу бір уақытта бүкіл жаққа танымал болып кетті деген білмеймін. Туса деп тұрған, сол... Қасыңда жүрген балалар ғой енді. Қасыңда жүрген балалар, сол достарың, қызығатын, бір жанр іздейтін жаңа. Олар бірінші табады да, просто. Бірінші тауып алады, бірінші өздерінің арасын таратады, сөйтіп барып жақын халыққа көтеді. Қандай арман мақсат бар мысалы? Қандай жағдайға, қандай дәрежеге жетсем деген? Не үшін осының барлығы арғын? Қызық қой енді өмірге келгеннен кейін бір нәрсе жасап, із қалдырып кету деген сияқты. Маған өзіме ұнайды. Біреу көрсеткен кезде ол таң қалып жатса, вау жатса, маған деп ішіне энергия беріп, уже одан сайын студияға барғым келеді. Сол үшін қасыма біреулерді алып барып студияға барған жақсы көремін. Жалғыз отыра берген кезде кішкене уже скучно. Сам себя не удивляешь же. А біреуді алып барып ойнап бересің. Вау, мынау күшті екен, одан сайын там сидишь такой. Иә. Былайша айтқанда өзіңнің эгоңды қанағаттандырасың. Мүмкін, мүмкін. Қандай аудиторияны жақсы көресің? Мысалы, сенің көрермендерің кім? Сенің тыңдармандарың кім? Мен тыңдармандарым маған ұнайтыны өзімен осындай. Өзімен жасты, өзімен шамалас адамдар. Совсем кішкентайлар да емес, совсем үлкендер де емес. Өзіңмен жасы сонда барлығы сенің аудиторияң 25-27-дегілер деген келе ме? Дәл жасты емес, но осы диапазонда примерно. Плюс-минус, может, мүмкін там 3-4 жас. 23-тен, там 30-ға дейін шығар, 35-ке дейін шығар. Сондай аудитория. Мысалы, кейбір топтар бар, там 1 миллион, может, адамдары бар шығар, аудиториясы бар шығар. Бірақ 12-13-тегі адам балалар да, мысалға. Әрине, ол балалар ертең өседі. Балалар өседі, сол кезде бам деп олар шыққан кезде, олар уже 25-тегі қыз жігіттері болған кезде, действительно, это будет мощь. Но то, что сейчас они слушают, маған, не знаю. Жақсы, арғын үшін кім танымал біздің елде? Кім нағыз жұлдыз? Если народ знает, аудиториясы бар, тыңдап жатса, өзінің бір публикасы болып жатса, сол публикаға ұнап жатса, значит, ол жұлдыз, значит, ол красавчик, значит, ол легенда. Сен үшін кім легенда? Мен үшін барлығы легенда. Жоқ, ол мүмкін емес. Әр адам легенда. Анда өлең бар ғой бізде. Давайте друг другу всегда говорить молодец, молодец. Барлығы бір-біріне молодец, ты легенда, да ты вообще просто супер деп жүрсе, барлығы кішкене будет мотивироваться.